Семей қаласы Көлік колледжі қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Нұрмұхамбетова Жұлдыз Хусейновна. Сабақ номері 40, сабақ тақырыбы Қабдеш Жұмаділов «Тағдыр» романы. Сабақтың мақсаты Қабдеш Жұмаділов туралы мәліметтерді тыңдай отырып, оқушылардың жаңа мағлұматтар алуына жағдай туғызу, жазушының шығармаларының мағынасын түсіндіру. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Алайда университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдар аралығында Қытайда қуғын-сүргінге ұшырады. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайтып оралып, Казмудегі аяқталмай қалған оқуын қайта жалғап, 1965 жылы бітіріп шықты. Қазақ әдебиеті газетінде 1965-1967 жылдары, жазушы баспасында 1967-1976 жылдары, мемлекеттік баспалар комитетінде 1976-1981 жылдары жауапты қызметтер атқарды. 1981 жылдан бірыңғай шығармашылық жұмыста. Жазушының әдеби қызметі Шәуешек гимназиясында оқып жүргенде басталған. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көрді. Жамал атты тырнақалды әңгімесі 1956 жылы Шұғыла журналында басылды. Жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы Жас дәурен деген атпен жеке жинақ болып шықты. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. Қаздар қайтып барады атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы, Көкейкесті романы 1969 жылы жарық көрді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме, хикаяттар, 10 шақты роман туды. Романдарының дені тарихи тақырыпқа арналған. Оның 2 кітаптан тұратын Соңғы көш, Атамекен, Тағдыр романдары Шыңжаң қазақтарының өмірінен алынған. Тағдыр романына 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Жұмаділовтің көпшілікке кеңінен таныс Тағдыр романы Шығыс Түркістандағы қазақ тарихы негізінде жазылған тарихи роман. Бұл романда жазушы Қытайдағы 2000 жылдан аса уақыт өмір сүрген монархиялық патшалық өкіметтің 1911 жылға дейінгі тарихи жағдайларына байланысты қазақтардың өмірін, күресін қайраткер тұлға Демижан арқылы көрсетеді. Романдағы басты оқиға орыс пен Қытай арасындағы шекара бөлінісі болса, оның сыртында қазақтың көшпенді өмірі, отырықшы өмірге үйрену, қытайлықтардың қамал қорған тұрғызулары секілді тарихи маңызы зор оқиғаларда орын алған. Жазушы шығармашылығынан қазақ өмірінің салт-дәстүр, әдет-ғұрпының алар орны мол. Сондай-ақ роман мазмұнын ашып, авторлық идеяны жеткізуде бұл баяндаулардың алар орны да айтулы болмақ. Роман мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек, Тағдыр романына арқау болған Ежен хан мен Ақпатшаның арқасындағы Шығыс Түркістан аймағын бөлісу мәселесі, шекара бөлінгеннен кейінгі халық тағдыры. Романда 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басы аралығындағы уақыт қамтылған, яғни соңғы көштегі Қанағат бидің әкесі Күдері мен атасы Смайылдың өмір сүрген дәуірі бейнеленген. Роман сюжетіне арқау болған оқиға Ресей мен Қытай сияқты екі империяның ортасында өмір сүрген аз санды қазақ елінің ауыр тағдыры. Екі мемлекет арасындағы шекара бөлісу мәселесі романның жол торабы бөлімінде ғана көрініс тапқан. Қалған бөлімдерінде осы оқиғадан кейінгі ел ішіндегі жағдай, шекара бөлінісінің қазақ жеріндегі ел басқару жүйесіне әсері, соған қатысты қоғамда болған өзгерістер, қазақ пен Қытай арасындағы қарым-қатынастар, тағы басқа мәселелер суреттелген.
Әр мемлекет өзінің территориясын айқындап шекара бағандарын орнату кезінде жергілікті халық тарапынан үлкен наразылық туады, бірақ ол көтеріліске ұлғаймайды. Автор сынға алатын мінез ерекшеліктері кейде қазақшылық болып жалпылама атауға иелік етіп те жүр. Жазушының символикалық мәнге аса назар аударатындығын соңғы көш романынан да байқаған болатынбыз. Бұл тағдыр романында да айқын аңғарылады. Романның ұзын ырғасына сүйенсек, алғашқы бөлімде қалың қазақтың іргесі іріп, қанаты қайырылып, қабырғасы сөгілген сергелдең жұрттың шылбыр үзіп шыға алмастай шекара шеңберіне түсуі, бастауда итке тастаған сүйектей үкірдайлыққа таласып, маңдайына басқан азаматы Демежанның түбіне жетуі түйін. Бүкіл бір қауым елдің етекке толған көз жасы, қайғы, зар, бір күндік қуаныш тойы осы бастау мен түйіннің арқасында тұйықталған шекара шеңберінің ішінде өтеді. Тағдыр романы тек шекара бөлінісі ғана емес, тұтас ұлт тағдыры екендігін жоғарыда айттық. Ондағы тарихи деректіліктің өзі ұлт болмысын ашуға қызмет ететіндігіне де, қазақты танытуға септігін тигізетіндігіне де баса назар аударғымыз келеді. Тағдыр ұлтжанды қаһарманды биік өреге көтерген роман. Ол қазақ әдебиетінің өз қойнауынан шыққан туынды. Тағдырды оқып отырғанда қазақтың кең даласына сүңгіп кеткендей рахат кешесің.